Сонымен, құрметті оқушы, мен сізге Қарахан мемлекетінің тарихы және қоғамдық құрылысы туралы біраз мәлімет бермекпін. Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысы жоғарыдағы айтып кеткен орта ғасырлық түркі мемлекеттері секілді. Сонымен іспеттес, Қарахан мемлекетінде ел басына қаған немесе хан деп атайтын, бірақ көп жағдайда ұбт-ның сұрақтарына Қарахан мемлекетіндегі ел басының титулы хан деп келеді. Ал енді хан және хан сарайындағы ақсүйектерге мынандай лауазымды атақтар берілетін. Яғни Қарахан мемлекетінде Қарахан ақсүйектеріне берілетін лауазымды атақтар мыналар: тегіндер, ілік хандар, бектер. Ал Қарахан мемлекетінде уәзірлердің атқаратын қызметі ханның кеңесшісі болды. Махмуд Қажғари Қарлұқ мемлекетінде ханның кеңесшісін көл еркін, құл еркін немесе көл еркін деп жазатын. Ол не мағына білдіреді дейтін болсақ, ұшан теңіз ақыл ойдың иесі деген мағынаны білдіреді. Қарахан мемлекетінде астананы орда деп атайтын, яғни қазіргі кездегі біздер секілді ел ордамыз астананы ел орда дейтін болсақ, қарахандықтар да орда деп атаған. Орда Қарахан мемлекетінде саяси әкімшілік орталық қызметін атқарған болатын. Сонымен орда қандай қызмет атқарды дейтін болсақ, хағанның, яғни ханның тұрақтап, елшілерді қабылдап, сыртқы мәселелерді, ішкі мәселелерді шешетін орталығы орда деп аталды. Яғни саяси әкімшілік орталық деп жауап беріңіз сұрақ болған жағдайда. Сонымен, құрметті жас дос, Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысы тақырыбын жалғастырайық. Қарахан мемлекеті өзінің алдында өмір сүрген түркі мемлекеттерінен сәл өзгешелеу мемлекет болды. Себебі, есіңізде бар болса, Қарахан мемлекеті 960 жылы ислам дінін қабылдаған діни мемлекет еді. Біздің жеріміздегі ең алғашқы ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялаған қандай мемлекет деген сұрақ келген жағдайда 960 жылы Қарахан мемлекеті деп жауап бергеніңіз абзал болар. Ал енді Қарахан мемлекеті ислам мемлекеті болғандығына байланысты бұл мемлекетте жер иеленудің бірнеше түрі болды. Соның ішінде ең негізгісі мынау болатын. Ең маңыздысы біріншісі иқта, ал иқтаны иеленуші иқтадар. Иқта деген жер Қарахан мемлекетінде мемлекетке адал қызмет еткен қызметкерлерге, әскери адамдарға, жоғары лауазымдыларға берілетін. Ал иқтаның алушы адамды, яғни иқтаны иеленушіні иқтадар деп атайтын. Ал иқтаның мәні мемлекеттің пайдасына мынау болатын. Иқтаны иеленуші иқтадар қарапайым халықтан, өзіне бағынушы елдерден алым салық жинап, оларды әскери қызметке даярлайтын болған. Ал енді бұл мемлекеттің діни мемлекет болуына байланысты дін иелеріне, діни мекемелерге, діни қызметкерлерге өсиет ретінде берілетін жерді вакф деп атады. Сонымен вакфтық жерлер кімдерге беріледі деген сұрақ келген жағдайда дінбасыларға, діни мекемелерге, діни мекемелердің қызметкерлеріне, әскерилерге өсиет ретінде берілетін діни жер. Бірақ мынандай ерекшелік бар. Вакфтық жерлерден алым салық алынбады. Қарахан мемлекетінде мына отырықшы шаруалардан жиналатын алым салықтың бірнеше түрлері болды. Соның ішінде жиірек мына ұбт-ға сұрақ болып келетін мынандай сұрақ бар. Қанаудың түрі комендация. Комендация дегеніміз не? Ол Қарахан мемлекетіндегі қанаудың бір түрі. Комендацияның басты мағынасы мынаны білдіреді. Яғни, егінші шаруа, яғни жатақ өзі әлсіз болғандығына байланысты. Өзінің жерін әлсіз адам мықтының қамқорлығына беретін. Яғни, өзінің жерінен өнім алып, өзін қорғағаны үшін мықты адамға өзінің үлесінен
табыс беретін, яғни өзінің табысынан үлес беретін. Сондай қанаудың түрін комендация дейді. Ал комендация деген қанаудың түрі тек қана мынау Қарахан мемлекетінде кездеседі.